Қайырлы күн, бірінші курс магистранттары. Басқару психологиясының келесі дәрісін назарларыңызға ұсынамын. Басқару стилі және ұжымның психологиялық ахуалына әсері. Дәріс жоспары ұжымды басқару стилі, ұжымды басқаруда психологиялық ахуалына әсер етуші факторлар. Басқару стилі қызметкерлермен қарым-қатынаста қолданылатын ықпал ету тәсілдері. Сонымен қатар, осы тәсілдерді қолдану формасы болып табылады. Басқару қызметін жүзеге асыруда стильге ерекше мән беріледі. Психологтардың бір бөлігі стиль ой дүниесі десе, ғалымдарымыздың бір бөлігі стиль адамның өзі деп тұжырымдайды. Курт Левиннің айтуынша бірнеше типологияны ұсынып отыр. Бейтарап, авторитарлы, демократиялық деген осындай басқару стилін ұсынып келеді. Либералдық стиль мұндай жұмыс стилінде басшы ерекше белсенділік танытпайды. Іс-әрекетінде кездейсоқтық басым жүйелік болмайды. Мұндай типтегі басшылар принципсіз мәселелердің өзінде өзінен жоғары қызметкерлерге қарайлайды. Мәселелерді немқұрайды талқылайды, ашық пікірлесуге, сын ескертпелерге бара бермейді. Мұндай басшы кез келген келіспеушілікті жағымсыз құбылыс ретінде қабылдайды. Ұжымда мұндай басшы беделі онша болмайды, әрі кәсіпорында тиімді жұмыс істей алмайды. Соның салдарынан жауапсыздық, берекесіздік, тәртіптің бетімен кетушілік орын алады. Ал авторитарлы стиль, бұл стильдің негізгі макиавелизм деп аталады. Яғни Никола Макиавеллидің құрметіне қойылса керек. Бұл 1532 жылы ол «Принц» кітабында билеушіге ақырғы нәтижеге жету үшін амал таңдаудың қажеті жоқ, өйткені мақсат тәсілді өтейді деген идея ұсынды. Авторлық стильді батыста мұны тиімсіз деп есептейді, және де мүлде дерлік кездеспейді де. Шешімді бір адам қабылдайды бұл стильде, ол жарлық бұйрық түрінде келеді. Менің айтқаным бойынша жаса деп бұйрық беріп отырады. Яғни бұйрық талқыланбайды, күдіктенуге қақың жоқ. Яғни тек қажетті мәліметтер жөнінде ғана пікір алысып, өз жоспары туралы әңгіме қозғай алады. Келесі стиль демократиялық стиль. Батыста бұл кооперативтік стиль болып деп аталады. Мәселенің көпшілігі ұжымда талқыланып, сонда шешіледі. Бұйрықтар осындай талқыланудан кейін ғана беріледі. Проблеманың көпшілігі ұжымда шешіліп, сонан кейін бекітіледі. Мадақтау мен жазалау, қоғамдық өмір мәселелері, жұмысқа қабылдау және тағы да басқа мәселелер. Демократ басшы ұжымдағы мәселелер туралы, алда тұрған қиындықтар туралы қарамағындағыларға үнемі хабарлап отырады. Ал өз атына айтылған сын ескертпелерді дұрыс қабылдайды. Бағыныштылармен қарым-қатынас жасауға тырысады. Ең соңында ол ешқашан да бағыныштыларына үстемділігін көрсетпейді. Өз ұжымының басшы емес, соның бір мүшесі ретінде әрекет ететін болады. Ұжымдағы психологиялық ахуал дегеніміз не? Бұл топтағы моральдық және психологиялық жағдай. Ол ең алдымен эмоционалды салада анықталып көрінеді. Қатысушылардың әрқайсысының көңіл күйі, ұнату және ұнатпау жүйесі, топ мүшелерінің әрқайсысының моральдық құндылықтары. 20 ғасырдың 50-ші жылдарда аяғында 60-шы жылдардың бас кезінде психологияға ұжымдағы психологиялық ахуал ұғымын Мансуров енгізген болады. Жалпы ұжымдағы психологиялық ахуалды тағы не анықтайды? Біріншіден, қатысушылардың көзқарастары, қақтығыстарды шешу, қарым-қатынас орнату, мінез-құлқы, жеке және жалпы мақсаттарға қол жеткізуді айтамыз. Психологиялық ахуалға тән ерекшеліктер бар. Ол қандай? Бұл адамдар өмірі мен тіршілігінің бір қыры болып саналады. Ол әртүрлі ұжымда түрліше көрініс береді. Ұжым мүшелеріне тигізетін әсері де әрқалай, және ахуал жағдайы ұжымдағылардың психологиялық көңіл-күйіне ықпал етеді. Еңбек ұжымындағы ахуал құрылымы екі элементтен тұрады. Адамдар арасында қарым-қатынас, еңбекке деген көзқарас. Тұлғалық қатынастар екі түрлі болады. Құрылымдағы бүйірге қарай болады. Ол көлденең, яғни бағыныштылар арасындағы қатынастар, тігінен, яғни бағыныштылар мен бастықтар арасындағы қарым-қатынас.
Қарым-қатынастың әрқайсысы ұжымның бірлігіне, қызметкерлердің қанағаттанушылығына және олардың осы ұжымда жұмыс істеуге деген ынтасына әсер етеді. Жалпы ұжымның психологиялық ахуалына жетекшінің тұлғалық ерекшелігі мен оның басқару стилі ерекше әсер етеді. Литвиннің пікірі бойынша, ұжымдағы психологиялық ахуал деңгейін анықтаушы фактор жетекшінің жеке тұлғалық қасиеттері мен ұжым тәртібіне байланысты болады дейді. Психологиялық ахуал осыдан шығатын қалыптастыруды оңтайлы басқару стилі демократиялық стиль болып табылса, ал Шибутани зерттеулері бойынша авторитарлық стиль ұжымда қолайлы ахуал жасай алмайды дейді. Ұжым психологиялық ахуалын қалыптастыруға қажетті жетекшінің неғұрлым маңызды тұлғалық қасиеттері маңызды рөл атқарады. Объективтілік, әділдік, принциптілік, адалдық, сабырлық, салмақтылық, оптимизм. Жалпы ұжымды басқару, ол басқару стилін жүргізетін тұлғаның өзіндік ерекшелігіне байланысты және жағдаяттарға да байланысты, ол басқару стилі ауысып отыруы мүмкін. Қорытындылай келе бекіту сұрақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс бойынша бекіту сұрақтарын қарап, кері байланыс жасау ұсынылады. Және де сонымен бірге назарларыңызға қолданылған әдебиеттер ұсынылады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.